Pluralia tantum, singularia tantum. Мұндай атауы қиын әрі қорқынышты болып естілетін ұғымдарды бірінші рет естіп отырмысыз? Әрине, аты түсініксіздеу болып көрінгенмен, бұл ұғымдардың артында өте қарапайым түсінік жатыр. Pluralia tantum ол тек көпше түрде ғана қолданылатын зат есімдер тобы. Singularia tantum бұл тек жекеше түрде ғана қолданылатын зат есімдер тобы. Болды, бұл сөздер дәл осындай қысқа да нұсқа ережесі бар латын сөздері. Баршаңызға сәлем, менің есімім Бағдәулет. Бүгінгі видео сабақта дәл осы екі ұғым туралы толықтай қарастыратын боламыз. Алайда сабаққа кіріспес бұрын алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, дәл осы секілді өзге де видео сабақтарды көріп шығуға кеңес беремін. Ал ендеше видео сабаққа оралайық. Singularia tantum, яғни тек жекеше түрде ғана қолданылатын зат есімдер тобы. Бірінші, бұндай зат есімдердің қатарына абстракты түсініктер жатады. Абстракты түсініктердің мысалына wealth, love, kindness, anger, fun және тағы басқа дәл осы секілді сөздер жатады. Сонымен қатар кейбір материалдардың, денелердің атауы дәл осы Singularia tantum тобындағы зат есімдердің қатарына жатады. Мысалға water, wine, chopper, cheese, bread, milk. Келесі бізде ол бастапқы формасындағы зат есімнің соңы S әрпімен аяқталған болса. Мысалы, news сөзін алып қарастырайық. News сөзі бұл бізде жекеше түрдегі зат есім, және оның соңы S әрпімен аяқталады. Және сондай-ақ ағылшын тіліндегі кейбір сөздер осы Singularia tantum тобындағы зат есімдердің қатарына жатады. Яғни олар тек қана осы жекеше түрде ғана қолданылады. Мысалы, advice, information, knowledge, progress, money, even hair, and so on. Ал дәл осы аталған зат есімдерді көпше түрде қолдану үшін олардың алдына piece сөзін қосып айтуымыз қажет. Piece сөзі бұл бізде белгілі бір бөлік деген мағынаны береді. Яғни үлкен бір заттың кішігірім бөлшегі не болмаса ол бөлімі болып табылады. Мысалы, he gave me a nice piece of advice the other day. Ол менімен өте жақсы кеңестермен бөлісті. Осымен тек жекеше түрдегі қолданылатын зат есімдердің тобы аяқталды. Ал енді келесі бізде ол тек көпше түрде қолданылатын зат есімдердің тобы. Яғни ол Pluralia tantum. Pluralia tantum тобына жататын зат есімдерді енді қарастырып көрелік. Бірінші, ол бізде кейбір оқу пәндерінің не болмаса ғылым салаларының атаулары осы Pluralia tantum тобына жатады. Яғни тек қана көпше түрде айтылып жазылады. Мысалы, linguistics, politics, physics, ethics, maths, and so on. Келесі ол бізде кейбір аурулардың не болмаса жай-күйдің атауы. Мысалы, measles, rickets, rabies, jitters, scabies, diabetes, heebie-jeebies, jim-jams, hysterics, mumps, and so on. Кейбір ойындардың атауы да тек осы көпше түрінде ғана қолданылады. Мысалы, баршамызға белгілі billiard сөзі. Және сондай-ақ bowls, darts, and so on. Және күнделікті өмірде өте жиі қолданылатын гардероптағы жұп заттарыңыз. Олар socks, trousers, jeans, shorts, pants, leggings, breeches, slacks, and so on. Әрине, кейбір симметриялық құрал саймандар да дәл осы көпше түрде ғана қолданылатын зат есімдердің қатарына жатады. Мысалы, scissors, shears, glasses, stairs, tweezers, scales,
arms, pincers, and so on. Дәл осы аталғандардан бөлек кейбір жалқы зат есімдер де дәл осы плуралия тантум тобына жататын зат есімдердің қатарына жатады. Мысалы оларға the Middle Ages, Athens, the Netherlands, the Highlands, Canaries, Maldives, Bahamas, Levi's, the United Nations, the United States, and so on. Келесі ол бізде жекеше түріде, көпше түріде бір-бірімен сәйкес келетін зат есімдер. Яғни жекеше де, көпше түрінде де дәл солай оқылып, солай жазылады. Бұл сөздердің қатарына means, headquarters, series, crossroads, species, works, barracks, etc. Жинақтық зат есімдер. People, cattle, police, gentry, staff, and so on. Және соңғысы бізде ол ешқандай ережесі жоқ, қағидасы жоқ зат есімдердің тобы. Яғни бұл зат есімдерді өз ойыңызда, есіңізде сақтап қалу үшін арнайы жасалған ешбір ереже жоқ. Сол себептен оларды жаттап алуға мен сізге кеңес беремін. Олардың қатарына мысалы goods, customs, quarters, belongings, outskirts, suburbs, the tropics, pros and cons, manners, guts, congratulations, troops, clothes, arms, credentials, odds, surroundings, және тағы басқалары. Есте сақтауға қажетті жағдай. Дәл осы мен үстінде атап кеткен зат есімдердің кейбірі жекеше түрде де, көпше түрде де қолданыла береді. Алайда олар жекеше түрден көпше түрге ауысқан кезде, не болмаса көпше түрден жекеше түрге ауысқан кезде, олардың бастапқы мағынасы мүлдем басқа болып өзгеріп кетеді. Мысалы, clothes сөзі, яғни киім сөзі, clothes бола алады. Бұл жағдайда clothes деген сөз матаның қиындысы, не болмаса бір кішігірім бөлімі деген мағынаны береді. Сол секілді өзге де тағы бір екі сөз алып көрейік. Мысал ретінде glasses сөзі. Glasses сөзі бұл бізде көзілдірік, очки деген мағынаны береді. Ал glass сөзі бізде шыны ыдыс, не болмаса стақан деген секілді мағынаға береді. Яғни стақандар деп айту үшін сіз glasses деп айта алмайсыз. Сол секілді. Quarter сөзі бұл бізде пәтер деген мағынаны берсе, ал quarter деген сөз бізде квартал деген мағынаны береді. Не болмаса қандайда бір заттың бір төрттен бір бөлігі деген мағынаны береді. Әдетте quarter сөзін біздер сағатқа қолданамыз ғой. Бір 15 минут қалды дегенде көріп тұрғандарыңыздай, кейбір ағылшын тілін жаңадан үйренушілер кез келген зат есімнің соңына s жалғауын жалғасам, ол дәл сол жекеше түрдегі зат есімнің көпше түрін береді деген ой қалыптасады. Әрине ол олай емес. Дәл осы секілді ағылшын тілінде кездесетін кейбір сіздер білу керек ережелер бар. Дәл сол себепті мен осы жағдайды алдын алу үшін плуралия тантум және сингулария тантум тақырыптарын бөлек тақырып ретінде алып қарастырған болатынмын. Бұл тақырып мектеп бағдарламасында және басқа да оқу бағдарламасында қарастырыла бермейді. Дәл осы секілді ағылшын тіліндегі өте маңызды, алайда сіз білмейтін тақырыптарға байланысты видео сабақтарды менің YouTube каналымнан таба аласыздар. Сол себепті менің каналыма жазылып, осы секілді өзге де пайдалы видео сабақтарды тамашалауға кеңес беремін. Келесі көріскенше аман болыңыздар.